Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Кітаптар әлемінде сіздермен бірге мен Салтанат Әбдіғали. Қазір ғана Facebook парақшамнан тікелей эфирге шыққан кезде бастапқы жағында интернет жақсы ұстап тұрғанымен, соңғы жағында әлсіреп кетті. Сондықтан арнайы YouTube каналым үшін, көрермендерім үшін таныстырылымды қайта жүргізбекшімін. Достар, біз сіздермен бүгін ақын, публицист, жазушы, журналист Болат Құрманғажыұлы ағамыздың «Тек» атты тарихи романы жайлы сырласатын боламыз. «Тек» тарихи романы бұрын сонды ешкім бармаған, тарихымыздың ізі түспеген соны қатпарларымен оқырман қауымын елең еткізген шығарма. Алуан түрлі тақырыпта қалам тербеп жүрген ағамыз, алуан түрлі жанрда қалам тербеп жүрген талантты ағамыз, сан түрлі ізденісте тарихымыздың сан тарау жолдарына тереңнен үңіліп, зерттеп, зерделеп, саралап, көркемдеп бізге жеткізген қомақты, құнды шығармасы. Бүгінгі таныстырылымды кітаптың алғы сөзін жазған Серікқазы Қорабай ағамыздың, әдебиеттанушы, профессор, жазушылар одағының мүшесі Серікқазы ағамыздың алғы сөзімен ашамыз. Ол қалам ұстаған 40 жылдан бері түрлі жанрларда көптеген туындысы жарық көрген талантты қаламгер. Электрондық нұсқадан «Тек» деген тарихи романын бастап оқып едім, соңына дейін баурап әкетті. Алғашқы оқырманы да мен болған сияқтымын. Автордың төселген қалам сілтесінен проза, соның ішіндегі аса қомақты жанр, роман табиғатынан бұрын соңды кездеспеген тың тарихи деректерге толы, құнарлы рухани байлыққа кенелгендей болдым дейді. Сонымен бірге 7-14 ғасырда Қытайдың Таң, Юань, Мин патшалықтары дәуіріндегі түркілердің бір бұтағынан тараған құмтөбеліктер, оңғұттар, уақ ұлысының толарсақтан қан кешкен ғаламат шайқасы, олардың ерліктері, батырлықтары тарихи болмыс негізінде шебер суреттеледі. Және де бұл шығармада берілетін мәліметтер ұшан теңіз, оқиғалар тартымды, қызықты, тілі шұрайлы. Кітап барша оқырман қауымына арналған, оқырманға берері мол дүние. Ендеше романнан үзінді оқып бастайық. Адам жаралғалы тек өздері ғана тудырып келе жатқан жауыздықтар мен қырғындардың, жеркенішті тәсілдер мен айла шарғылардың, сұрқиялықтардың барлығын үн-түнсіз көтеріп кешірсе, кіршіксіз адал махаббаттарына, ізгіліктеріне, парасаттарына, шаттықтарына қоса марқаятын, есіркейтін жер шары жар дегенде жалғыз ана. Қандай пенде өз анасына қиянат жасап зәбір көрсетер, күйзелтіп күңірентер, қара шашын мезгілсіз ағартар. Сондықтан адами қасиеттерді жаулайтын, қанды сүліктей соратын, әбжыланша арбайтын, тірідей өртейтін, теңізге батыратын, жерге кіргізетін, ардан аттататын пәле жала атаулылар сол асыл ананың қыз деп аталатын қабақ шытуынан қалмай, сеңдей жөңкіліп суға кетсін, күл айналып із-түзсіз жоғалсын деп тіленген дұрыс ау түбінде. Қыстың көркі қар, адам рухы ар. Арсыздан адам безер хайуандық туындаса, арлыдан ыстық ықылас, көл көсір мейірім төгілет. Хан тәңірдей құзар шыңдары бұлт жамылып, ару қала Алматының ақ ұлпаға бөлеген ақ көбелектер бірер тәулікке дейін дамылдамады. Осылай басталған шығармада Азамат Асанұлы Алматы қаласының тұрғыны Уаң ақсақал екеуі танысып, жол сапарда екеу ара өрбіген сұхбат Қытай астанасы Бейжің қаласына алып барады. Білгір Уаң ақсақалдың өзін оңғұт тегінен шыққан, солай таныстырған уақ ұлысы жауынгер тайпасы жайлы мәлімдеген шытырман оқиғалары өте қызықты. Және де азаматтардың қарабала деп атап кеткен күйеу баласы Шанхай қаласында Қытай азаматын бокстан ұтуы, Азамат пен Гүлдің ол елде Қазақстанмен салыстырып жүріп саяхаттауы, осы үш ірі қала жайында деректер ұсынылады. Кітаптың мазмұны жайлы толық мәлімет беретін болсам, енді оқитын оқырмандарға қызықсыз болады, сондықтан қысқаша тоқталып өттім.
Келесі үзіндіге кезек берейік. Азамат, мына көсіліп жатқан дархан далаға, ана орқаш тауларға қоштаспайсыз ба? Барлығы қазақ еліне келгеніңізді құттықтап жатқан шығар, деді әзілдеп. Несін айтасың? Бұл әсем табиғат ежелгі ғұндар, үйсіндер, сақтар, түркілер жортқан, талай арпалысқа түскен бүгінгі қазақ елінің егемендігіне куә болған тарихи дала ғой. Халқы парасатты да батыр, даласы киелі болғандықтан ешкімде басып ала алмаған. Мені де бауырына баса қимай жатқанын жаным сезет, дейді атырабына асықпай көз тастап тебіренген сыйлы қонақ. Ақсақал, кеше 1000 деген дәрігер басқалар арқылы мені тауып, сізді қорғасқала кетуімді қадағалап тапсырды. Егер ондай мәртебелі қонақ болса, қиналмай азырақ ақшасын жұмсап, неге ұшақпен ұшпаған деп ойладым. Неге сөйтпедіңіз, деп Ербол тағы тың сұрақ тастады. Бәсе, деп тағы бір көңілді күліп алған ақсақал. Осыны бір сұрап сөгеді-ау дегенем. Бұл ойларыңды Шүйо хан ұлымызбен келін де Алматыдағы Шүйомың да айтқан. Кәрілік құрығын салған шағында оларың дұрыс қой, бірақ өзім ұнатпадым. Өйткені қазақ елінің көркем қалалары мен жазиралы далаларын жер бетімен жүріп, өз көзіммен көргім келді. Аманшылық болса, жазда Астанада өтетін ұлы думанды тамашалағым бар. Жолаушылар оның өмірге деген ынтызарлығы мен қайтпас рухынан шабыт алғандай, жарайсыз, қайсарлығыңызға тәнтіміз десіп, арқасынан қақты. Тек тарихи романы заман ауанын тап басқан, уақытпен үйлескен, үндескен, идеялық ұстаным жағынан мол деректер беретін жазба. Әлихан Бөкейхановтың роман жайлы роман адамзаттың өмірі, дәуірін бұлжытпай көрсететін баға жетпес айна деген мазмұнда сөз бар еді. Расында ғылым мен өнер, әдебиет пен мәдениет, тарих бұлар бір-бірінен бөліп жаруға болмайтын біздің рухани байлықтарымыз. Тағы да Серікқазы ағамыздың пікірінен үзінді оқи кетейік. Құбылай ханның 98 жыл билік жүргізген Юань империясын Қытайлардың Мин патшалығы күйреткенде бектіктерін жалғастырған оңғұт ұлысы да қудалауға ұшырайды. Соңында оңғұттардың оңғұт деген бегі елінің амандығы үшін жаңа патшаға бейімделеді. Оған кейіпкер Ермен деген жалынды жас батыр наразы болады. Сөйтіп елінің көп шоғырын бастап, ғасырлар бойы қоныстанған Инчан тауы өңіріндегі құт мекендерін тастап, батыстағы түркілерден тараған өздеріне ежелден үйірсек тайпаларына қарай үдере көшеді. Роман берер мол мағлұматтарына орай сахнадан шыққан батыр бектер, ақылман ақсүйектер, абыздар, көргенді адуынды ханымдардың көкейге қонымды дара бейнелері тамаша сомдалған. Келесі. Үшінші оқылымға кезек берейік. Сайысқа дейін ол дегдардың баптауында бойына күш-қуат жинап, рухы серпіліп саңлақтанды. Шаршалаң ғаламат қызып кеткен екен. Сәт сағаты толғанда олардың кезегі де дабырлы жарияланды. Алаңға бұрын көтеріліп, айғұлақтанған ду шебер былғары қолғаппен кеудесін ұрғылап, ышқына айқайлап, 10 мыңға жуық көрермен жанкүйер жерлестеріне арқаланғандай кейіп танытса, енді бірде қарсыласын жер қаптыра жеңеріне сенгендей айбар шегеді. Екеуінің де бұдан бұрынғы жетістіктері жіпке тізгендей көтеріңкі, образды үндермен таныстырылды. Әсіресе дудың жақтастары ұраңдаған зор дауыспен шапалақ құлақ тұндырды. Сайыс қиян-кескі өрістеді. Дегеннен бастырмалата шабуылдап, әлденеше жұдырығын дарытқан бетте бас көтертпей зілді соққылармен тез құлатуға ұмтылған дуға көрермендердің көтермелеген айқайлары аспанды кернеді. Дегдарлар бастаған аз шуылда қарабалаға шабыт беріп жатқандай еді. Бірақ жеме-жемге келгенде Қазақстан бапкерлерін мәдениетті бокс өнерін қабылдаған қарабала қарсы жағының құпиясын да тез игерген тәрізді. Дудың қорғанысын әлденеше рет бұзып, ырықтылықпен сәтті шабуылдап, дәл әрі ауыр соққылар жасауға көшті. Ондай кезде жерлестерін көкке көтеруші қауым тым-тырыс болып қалады. Сонымен 6-шы раунд аяқталды. Екеуі де көрермендерге батырларға лайық бокс кешін сыйлады. Дүркіреген алаң халқы құлаққа ұрған танадай тып-тыныш күйге бөленді. Нәтиже жарияланып, бапкер қарабаланың оң қолын биік көтерген беті тәртіп бойынша көпке көрсете айналды. Енді осы роман жайында айтылған басқа кісілердің пікірлерінен үзінділер оқи кетейік.
Тек романыңның электрондық нұсқасын қызыға оқып шықтым. Озық үлгімен жазылған. Әлемдік әдебиеттің модернизм элементтерінде лайықты пайдаланыпсың. Тарихилығы тың, композициясы шымыр, оқиғалығы қызық, оқығаннан тарта жөнеледі. Өкініштісі, бұл елде қадірін біле қояр ма? Ең жақсысы ағылшын тілін аудартып, әлемге жібер. Сонда ғана бағы жанады. Есмахамбет Смайылов, доктор, профессор, қаламгер. Тек тарихи романының тұңғыш оқырманымын. Әсерленгенім соншама, еріксіз Ататек арыдан тіл қатады деген мақала жазып, Қазақ әдебиеті газетіне бастырдым. Бұрын шығармалары кездесіп қалса оқып жүретінмін. Осы романын оқыған соң, оның шүңетті жазушы әрі білгір ғалым екеніне көз жеткіздім. Өзін көрсетіп бөспейтін, қарапайым көркем мінезді, иманды, үлгілі жан. Дәулетбек Байтұрсынұлы, ақын, жазушы, журналист, аудармашы. Келесі пікір. Қолынан қаламы түспейтін ақын, жазушы Болат Құрманғажыұлының тек тарихи романы бөгенайы бөлек, тақырыбы соны, ойы терең, тың мағлұматтарға бай, көркемдігі жоғары, тілі шұрайлы еңбектер едім. Бауыржан Жақып, филология ғылымдарының докторы, ақын. Әрі қарай кеттік, достар. Чатолар, құмтөбеліктер, оңғыттар, уақтар екеніне еш пенденің тарыдайда тарлығымен таласы жоқ. Демек, бұл өңір түңкелі шөбі құнарлы, мал жұт жолы да қонды шығып төлін ерте марқалататын. Көк тәңіріне құлшылығын жалғастырған текті ұлыс құмтөбеліктердің ұлдары ат жалында ойнап, жасақтардың ел қорғау жолындағы жауынгерлік сайыстарының алуан түрлеріне машығатын. Ұзын сұрғауылдарға саптаған қартамақ найзаларын ұстап, қалқандарын қанжығалап, қылпылдаған қылыштарын қынаптарына сөңгітіп, садақтарын асынып, сусылдаған желден жүйрік тазыларын ертіп, топ-топ боп аң аулайтын. Аңшылық олар үшін көңіл көтерудің таптырмас салтанаты болса, енді бір жағынан олжалары қоңырқалта отбасыларына үлестірілетін азықтық. Аңшылық кәсібінде олар ерткеннің ермегіне айналдырып, қоңыр аңдарды келсе келмес қыра бермейтін. Өйткені табиғаттағы аң құстардың да тәңір бар деп сенсе, ауланатын заңды мерзімдерін ұтымды пайдаланып, ойдағын семізін арнаулы мергендері қадап атып, жаралы жіберіп обал қылмайтын, әрі жетерлік ғана аулайтын. Темірдің суын ауадан, топырақтан, судан табатын шіліңгір ұсталар, пышақ, бәкі, кездік, қандауырдан тартып, қару жарақтың түр-түрін, ауыздық, үзеңгі, таға, шеге сияқтыларды сәнді де мәнді соғып бәсекелесіп, аттарын шығаратын. Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет танытқышында роман суреттеп отырған заман жайлы туралы айтқанда, роман алған замандағы тұрмыс сарынын көрсеткенде, сондағы адамдардың үлкен кішісі бар, жақсы жаманы бар, байы, кедейі, төресі, қарасы бар, жасы, кәрісі бар, не істейді, не іздейді, не тілейді, неге сүйініп, неге күйінеді, неден именеді, неден күйзеледі, нені жақтырады, неден жиленеді, неге құмар, неге сұлық. Қысқасы, бүтін бір жұрттың, яки жұрттың бүтін бір табының сыр сипатын сөзбен суреттеп алдыңнан өткізеді, дейді. Осындағы Ахмет Байтұрсынов атаған адамдардың іздегені, тілегені, именіп күйзелгені, жақтырып жиренгені, сүйініп күйінгені уақыт тұрғысынан алып қарағанда сол заманның мұратынан, мақсатынан туындап жататыны түсінікті. Келесі шығармадан тағы бір үзіндіге кезек берейік. Жылжып жылдар өтіп жатты. Тау-тас құрсанған қодастарын қорсылдатып жайында жатқан, қой аузынан шөп алмас саналған жалғыз жеңді тибеттіктерді де аяқ астынан жын қағып оятты ма, әйтеуір саналарына жыртқыш ұя салғандай арандарын аша түсті. Бар әлемді жалмап жұтудан тайынбайтын тойымсыздықтарын паш етті. Тибеттіктер тұтас батыс өңірлерді жалмау пиғылдарын үдетті. Әртүрлі ұстанымдағы ру тайпаларды қырғындап, байлықтарын тонап, жерлерін басып алуды үдетті. Зәбір көрген халықтар мекендерін тастап, бас ауған жақтарға босып, жан үшін құмтөбеліктер сияқты өзге тайпаларға да қосылып жатты. Жаудың аттылы жаяу қосындары бейбіт жатқан құмтөбеліктерге де сұғын қадай шүйдікті.
Аптығып алған олар осынау қара қоныстарында ғасырдан аса жасап жатқан елге неше дүркін шабуылдаған. Жазықсыз шығындалған жауынгер ұлыстың сайлауыт жасақтары жауына талай рет сілейте соққы беріп, қыруар қару-жарақ, ат көлік олжалап, ендігәрі беттеместей түріп тастағанды. Алайда жеңілістерін мойынсынбайтын кекшілде тойымсыз жау тұмсығы тасқа тигендіктен арада бірнеше жыл маңдарын баспай кеткен. Міне шөп буыны қата бастаған Саршы атамызда еселеніп 5000-ға таяған жаудың самсаған қалың қолы оларды тағы бетке алып келеді. Шыңғыс ханның немересі Құбылай хан Қытайды билеп тұрған кезінде, Юань дәуірін құрған кезде оның қасынан табылған оңғұттар уақ жауынгер тайпасы Юань мемлекетінің тұтастығы өркендеуіне өлшеусіз үлес қосты. Өз ішінде соғыс жариялап 30 жылдай соғысқан кезде Юань елінің амандығы үшін аянбай шайқасты. Біраз батырлары шахид болды. Құбылай ханның дәуірінде Қытайлар жағынан жеңіліске ұшыраған кезде оңғұттарға ерекше соққы жасалды. Оңғұттардың басым бөлігі сол елге бодан болып кетпес үшін қазақ даласына қоныс аударды. Осындай ауыр дәуірлерді бастан өткерген уақ ұлысының жауынгер тайпасының саяси, экономикалық, мәдени, тарихи жағдайлары, сипаттары бұл романда жан-жақты және толық ашыла түскен. Кеңесшілерге асылып жатқан ет пен дастархан тағамдарын әзірлетуші, ұлыстың шаруашылық басы әйелдердің пірі саналатын Адуынды Тұнық ханым да өз ойын қыстырды. Ел басына күн туып тұр. Ел қорғаны батырларымыз, зерделі бегіміз, дана ақылмандарымыз, парасатты еліміз тұрғанда алаңдау орынсыз. Еркек кіндіктілерден тыш шалын шашқан қыздарымыз бен жас аналарымызды да аттандырамыз. Оныңызда бір есепте жөн, ақылды аналар емес пе, ұлысымыздың берекесі мен ұйытқысы, оларды жау оғына төсегін келмейді. Құлағымыз сөзіңізде, жалғай беріңіз, деді Болабек оған риза болған кейіпте. Расында жау қарасы көп екен. Айтарым, ұят намысы жоқ қыз-келіншектеріміз түгел ерлерше киініп, қолдарына қылыш, найза, сойыл, шоқпар ұстап, ата мекенімізді қорғауға шықса неге болмасқа? Сонда ғана біздің санымыз олардан әлденеше есе асып түседі және жасақтарымызға жігер, намыс, батырлық рух бағыштайды. Мен Тұнық ханымның айтқан батырлық ұсынысына қосылам. Тегімізден бұрында жауға шапқан аналарымыз болған. Аналар атқа қонса, көк тәңірі қолдайды демекпін, деді Бектің сымбатты да ақылды жары Жұлдыз бегім. Өздеріңе көп алғыс айтамын. Тұнық ханым кереметтей жүрек жарды сөз айтты. Бұл аналарымыздың бойындағы түріктік, асқақ рух. Кеңесте ел тағдырына қатысты қыруар құнды ұсыныстар айтылып, ақыл аясына қанат бітіргендей болды. Тек тарихи романын жазудағы мақсатым жас ұрпаққа олардың қайсар рухты батыр жауынгер ата-бабалары туралы толық кеңінен мағлұмат бергім келді. Және жастардың егеменділіктің қадірін түсініп, өз тегінен адаспауын және осы уақ ұлысының, осы жауынгер тайпаның ерлік, батырлығын жеткізе отырып, тарихтың ақтаңдақ тұстарын тереңнен түсінсін деген мақсатым болды, дейді Болат ағамыз. Ендеше бүгінгі тікелей эфирді тағы да Серікқазы Қорабай ағамыздың сөзімен түйіндеп аяқтаймыз. Кейде кейіпкер ойынан берілетін ішкі монологтар мен ой ағыстары, толғаныстары олардың ішкі жан дүниелерін ашып, шығарманың көркемдік деңгейін одан бетер әрлендіреді. Жұтынаған тілдік қоры мәйекті де шұрайлы, этностық даралықтарға саятын әдіптері, тігістері де жатымды. Оңғұт елінің 5-6 тіл жазу қолданғандығы бір мезет Нестариан дініне сенгені, аңдағамал атты астанасы мен оңдаған қалаларының салтанат құрғандығы жайлы өскелең мәдениеті мәнді мәнерленген. Өнеркәсіпті, ауыл шаруашылығын, сауда-саттықты дамытқаны да түрлі эпизодтарда көрініс тауып, шығарманың ауқымдылығын жетілдіре түскен. Көтерген тақырыбы өзекті, мазмұны бай, шытырман оқиғаларға қызықты, композициясы шымыр, көркемдігі жоғары, стилі бөлекше, тек атты бұл тегеурінді тарихи романға
бәрекелді дейміз. Көз майын тауысып, маңдай терін төгіп, ізденіп, оқырманға өмір шындығын, тарих шындығын жеткізіп, осындай тек атты тарихи романды, қомақты көлемді шығарманы ұсынған Болат ағамызға шалқар шабыт отбасына амандық тілей отыра бүгінгі таныстырылымды аяқтаймыз. Келесі тікелей эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.